Көп адам өз қателігін түсінбейді. Себебі айналасы оны дұрыс дейтін адамдарменен қоршалған. Неге? Кейбір адамдар өз әрекетінен қателікті мүлде көрмейді. Қарапайым мысал. Адам ашуланады, біреуді ренжітеді, немесе жауапкершіліктен қашады. Ал жанындағы досы осындай жағдайда басқаша істеу мүмкін емес еді ғой, деп қателікке батырады. Дұрыстық мөрін басып береді. Сол сәтте адам өзіне мен дұрыс істедім деп қорытынды шығарады. Міне мәселе қайда жатыр. Қателік жасаудан қорықпаңыз, оны танымай қалудан қорқу керек. Жаныңызда әділ санайтын емес, әрекетіңізді құптайтын адамдар көп болса, сол қателік сіздің жаңа шаңырағыңызға айналып кетеді. Ал бұл дамудың өлімі. Жақсы дос сізді әрдайым қолдайтын емес, сізді керек кезінде оятатын адам. Сізді қолдайтындар көп, бірақ арасында сізге мұны қателік дей алатын біреу болмаса, сіз өзіңізді жоғалта бастайсыз. Не істеу керек? Менің айналамдағылар маған шындығын айта ала ма? Деген сұрақ қойыңыз. Әр ісіңізден кейін өзіңізден мен қателеспедім бе деп әрекетіңізді сынға алыңыз. Бәріне ұнайтын адам болуға тырыспаңыз, ұнамай қалу өсуге апарар жол. Жаныңызда сізді сүйетін, бірақ әділ санай алатын адам болса, солар менен жолдас болыңыз.